Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында осындай қып-қызыл әдемі болып қуырылатын балықтың қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап өтіңіздер. Алдымен бізге бір жұмыртқа және балықтарымыз қажет. Балықтарымыз осындай біздің құп-құрғақ болып тұруы қажет. Балықты қалай тұздау, жуу керектігін видео барысында айтатын боламын. Бір жұмыртқамыздың үстінен тұз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араласқан соң үстінен су құятын боламыз. Су құйып тағы араластырып, өз қалауларыңызша бұрыш қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Мен кішкене бұрыш қостым. Енді кішкене араластырып ұнымызды салатын боламыз. Ұннан үлкен қасықпен 4 қасық салдым. Енді қазір массамызды осылай байқап көретін боламыз. Араластырып, біздің балықтарымызды осы сұйықтыққа батырған уақытта сыртына жағылып тұру қажет. Менде сұйықтау болды. Енді үстінен тағы 2 қасық ұн салып, тағы да араластырамын. Қоюлау болды, кішкене су құятын болам. Енді біздің массамыз дайын. Осындай сұйықтықта болу керек. Майымыздың қызғанын жуамен тексеріп алып, енді дайын сұйықтығымызға балықтарымызды сала отырып, осындай ағаш таяқшалармен салсаңыздар, қолдарыңыз бүлінбейтін болады. Барлығын салып, екі жағын ауната отырып, осындай қып-қызыл болып қуырып алатын боламыз. Осындай сұйықтықпен қуырсаңыздар, сіздердің балықтарыңыз әдемі болып шығатын болады. Және дастарханға қойғанда да, қонаққа қойғанда да әдемі түсін жоғалтпайтын болады. Біздің майларымыз да осындай мөлдір болып қалатын болады. Майларыңызды кейінде жаңа сүзгішпен сүзіп алып қойып, келесі балыққа да пайдалануға болады. Барлығын осылай сала отырып қуырып алатын боламын. Және балықты алдын ала 2 рет салқын сумен жуып алсаңыздар жақсылап. Одан соң қолдарыңызбен барлық жеріне тигізіп, тұздап, тұздалғаннан соң жарты сағаттай қойып, тағы да салқын сумен жуып алып, шүберек майлықтарға жайып қойсаңыздар, екі жағын ауната 15 минуттан кептіріп алсаңыздар, балықтарыңыз құп-құрғақ әдемі болып шығатын болады. Және қуырылғанда да осындай әдемі болып қуырылады. Енді мен мына балықтың майын сүзгішпен сүзіп алдым да, картошка қуыратын боламын. Өз майына өзің қуырсаңыздар, картошкаларыңызде дәмді болатын болады. Картоппен ұсынатын боламын балықты. Осындай қып-қызыл картошкаларымыз дайын. Енді балықтарымызды салып, аскөктерімізді салып ұсынатын боламыз. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алда үй жағдайында жасалатын рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.